Сәлем достар, бүгін сіздерге айтатын тақырыбым әрбір әйел білуге тиіс жатырдан тыс жүктілік туралы. Бұл не үшін бұл тақырып таңдадым? Өйткені қазіргі таңда ана өлімінен 4-5 орын алатын ең жиі кездесетін патологиялардың бірі. Яғни жатырдан тыс жүктілік дегеніміз бұл ұрықтанған аналық безінің жатыр қуысында емес, жатырдан тыс ұрықтануының орналасуы. Яғни жүктіліктің жатырдан ішінде емес, жатырдан тыс орналасуы. Қай жерлерінде орналасады? Яғни көп жағдайда 98-99% жатыр түтікшелерінде орналасады. Яғни ұрықтанған аналық аталық ұрықтарының зиготаның, яғни 7-8 күндері ұрықтанудың жатыр түтікшесінен аналық безге қарай жылжиды. Кейбір патологиялық жағдайларда, мысалы жаңағы түтікшенің қабыну аурулары болған кезде, немесе көп реттік аборттардан кейін, экодан кейін болуы мүмкін. Және де инфантильдік аурулар, яғни жатыр түтігінің нормадан кіші немесе нормадан ұзын болуы. Осы кезде жатыр түтігінің жиырылғыштығы бұзылып, аналық ұрық ішке емес, сыртқа қарай немесе жатырдың түтігінде қалып қоюы. Тағы бір себептері, яғни эндометриоз алып келуі мүмкін. Эндометриоздың себебінен жатыр түтікшелері тарылып, сперматозоид ұрыққа қарай түтікшеден өтеді де ұрықтанатын кезде, ұрықтанғаннан кейін зигота жатыр қуысы тарылып қалғаннан кейін жатыр түтігі ішке қарай, жатырдың қуысына қарай өте алмай, көбіне жатыр түтігінде қалып қояды. Сол жақта осы ең кездесетін жиі себептері. Одан басқа да себептері көп, яғни жаңағы аналық бездің өзінде, олардың жатыр түтігінің өзінің 3 бөлігі бар, сол орналасқан әртүрлі бөліктерінде орналасуы мүмкін. Немесе жаңағы брюшинаға, іш қуысына қарай орналасуы мүмкін. Бұлар аз пайыз кездеседі, бірақ кездеседі. Бауырда, ішек қуыстарында, осы жерлерде кездесуі мүмкін. Және де тағы бір аз кездесетін, мысалы 2500 әйелден 1 әйелден болуы мүмкін, немесе 50.000 әйелден 1 әйелден болуы мүмкін. Бұл жатырдың мойнында орналасуы. Жалпы осы жатырдан тыс жүктілік туралы айтып кететін болсам, бұл не үшін қауіпті? Бұл кезде қандай біз белгілер болады? Яғни барлық жаңағы жүктіліктің белгілері болады. Етеккір тоқтайды, құсу болуы мүмкін, жерік болуы мүмкін әйел. Іштің төменгі жағы кішкене ауруы мүмкін. Тағы да барлық жүктіліктің белгілері болады. Бірақ біз бұны қалай айырмашылығын табамыз? Яғни әйел жүкті болғаннан кейін, етеккір тоқтағаннан кейін не себепті тоқтады деп тест жасап көру керек. Тест жасап көргеннен кейін, егер екі сызық шықса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Не себепті? Өйткені кейбір жағдайларда, жаңа айтып өткенімдей, жатырдан тыс орналасып қалмау үшін алдын ала 4-5 апта, 5-6 аптада өзіміздің көңіліміз тыныш болу үшін УЗИ-ға бір түсіп қоюымыз керек. Яғни жатырда ма бала, жатырда емес пе? Жатырда болса, егер бала жатырда болып, бәрі нормальный болып, ешқандай шағым болмаса, ол кезде скрининг уақытында ары қарай
11-13 апта аралығында түсеміз. Ал егер оған дейін жаңағы жағдайды анықтап алуымыз керек. Және бұл қандай қауіпті факторларға алып келеді, қандай белгілері арқылы білеміз. Яғни әйелде ішінің төменгі жағы, оң жағы немесе сол жағы қатты ауруы мүмкін. Жаңа креслода гинекологтар қарағанда, яғни қамыр тәрізді үлкейген консистенция қолға байқалады. Оң жақ немесе сол жақ басқан кезде өте ауру сезімі қатты болады. Және де ауру сезімі тік ішекке берілуі мүмкін, арқаға берілуі мүмкін, іштің төменгі жағына берілуі мүмкін. Бұл осы белгілер барлық әйелде бірдей болу керек деген сөз емес. Оның жаңағы жатырдан тыс жүктіліктің орналасуына байланысты, және ол түтікті жар жіберді ма жатырда, ұрық немесе жар жіберген жоқ па, соған байланысты клиникалық белгілерде әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жатырдан тыс жүктілік ең қауіпті жаңағы жағдайлардың бірі болып табылады. Яғни қандай да бір жатырдан тыс жүктілікке белгілер болған кезде біз міндетті түрде жаңағы әйелді круглосуточный дейді ғой, 24 сағат қарайтын стационарға жедел түрде жатқызуымыз керек. Біз қалай білеміз бұны? Қаннан ХГЧ тапсырады әйел. ХГЧ деген қан сарысуынан хорион гонадотропин гормоны, яғни жүктілікті анықтайтын. Бұл қалыпты жүктілікте де болады, яғни жатырдан тыс жүктілікте бұл қалыпты жүктілікке қарағанда нормадан төмен болады көрсеткіші. Және де біз УЗИ түсіргенде жатыр қуысында ұрық болмайды, жатырдан тыс болады. Немесе кей кездері ерте мезгілі болса жүктіліктің көрсетпеуі де мүмкін. Бұл УЗИ бізге қосымша әдістердің бірі болып табылады. Мысалы, қалыпты жүктілікте бізде ХГЧ гормоны 2 күн сайын 2 есе өсіп отыратын болса, жаңағы жатырдан тыс жүктілікте бұл көрсеткіштен аз болады. Яғни қатты көбеймей, кішкене ғана көбейіп тұру мүмкін, немесе бір қалыпта қалып қою мүмкін. Бір қалыпта қалып қойды деген жаңағы бұл жүктілік замерший болуы мүмкін, түтікте замерший болып қалуы да мүмкін. Бұндай жағдайда жаңағы түтікте замерший болып қалса, яғни оны ағза некрозға ұшырап, бұл ұрық бұны жатырдың түтігі ары қарай шығарып жіберуге тырысады, іш қуысына қарай. Жаңағы көп жағдайда біз ең көбі 7-8 аптаға дейін жаңағы жатыр түтігінде дамиды ұрық. Одан кейін жарылып кету қаупі бар. Не себепті? Өйткені жатыр түтігі бізге жаңағы аналық ұрықтың дамуына арналмаған. Бұда жаңағы дұрыс қан тамырлар, бала өсіп дамуына жағдай жасалмағандықтан, сондықтан да жаңағы ХГЧ гормоны төмен көрсетіп тұрады. Және де жаңағы жіңішке болады ғой жатыр түтігі, соны жарып жібереді. Жарып жіберсе, бұл өте қауіпті процесс, яғни қан кету болады ішкі құрсаққа. Бұл кезде әйелде қандай белгілер болады? Бас айналу, көз қарауыту, есінен тану. Көп әйелдер жаңағы Құдай сақтасын, өміріне қауіп төнуі мүмкін, не? Бұл шұғыл жағдай болып табылады. Бұл кезде қандай амал қолданады? Яғни круглосуточный стационарға жатып, лапароскопиялық операция жасайды. Яғни көп жағдайда трубаны алып тастайды. Жаңа жарылып кеткен болса, не себепті? Өйткені жаңағы көп жағдайда жаңа воспаление, қабыну сондайлардан кейін болады, труба жарамсыз, оны алып тастамаса қайтадан қайталануы мүмкін. Бір трубаны алса, екінші трубадан келесіде жүкті болуға мүмкіндік бар деген сөз.
кейбір жағдайлар болуы мүмкін, яғни труба жарылмай кіші сұрыпта анықталса, ол кезде трубаны сақтап қалу да мүмкін. Оны операция барысында анықтайды, яғни жаңағы жатырдың түтігі қабынған, жаңа іріңді процесстер болып, жарамсыз, бітелген, эндометриоз болып жатса, онда алып тастайды. Өйткені осы жағдай қайтадан операцияға түспеу үшін алдын алып тастайды. Егер мысалы кейбір әйелдерде екі түтігі да жоқ болуы мүмкін, мысалы бұрында осындай жатырдан тіс жүктілік болып, ол кезде жаңағы келесіде әйелдер жаңа эко арқылы бала көтере алуы мүмкін. Тағы да не осы белгілер бар. Осы операциядан кейін, яғни қалпына келуі қалай болады десеңіздер, көбіне жаңағы спонтанды жүктілік болады. 3-тен 1 әйелдерде, кейбір әйелдерде 40%-ында бедеулікке алып келуі мүмкін. Кейбір әйелдерде қайталануы мүмкін жатырдан тіс жүктілік, және де осы жатырдан тіс жүктіліктен кейін жүктіліктен қорғанып жүруіміз керек, яғни толықтай тексеріліп, емделіп, содан кейін барып жүктілікті жоспарлауымыз керек. Кейбір жағдайларда, мысалы 6 ай бойы жоспарлап жатқан кезде, одан кейін бала көтере алмаса, яғни көмекші жаңағы эко, икси, криоконсервация, тағы да басқа әдістерге жүгініп, әйел жүкті бола алу мүмкіндігі бар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.